Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз қыс қызығы деп аталады. Ең алдымен жыл мезгілдерін атап өтейік. Жаз, күз, қыс, көктем. Және бір рет қайталайық. Жаз, лето, күз, осень, қыс, зима, көктем, весна. Өте жақсы балалар. Ұмытпаңдар. Жаз, күз, қыс, көктем. Ал балалар, қыс мезгілі дегенде қандай ой келеді сендерге? Әрине, қыс мезгілі дегенде суық, қар және боран. Қараңдаршы енді қыс айларын атап көрейікші. Қыс айларына желтоқсан, қаңтар, ақпан, желтоқсан, декабрь, қаңтар, январь, ақпан, февраль. Ал балалар, сендерге мынандай 3 сұрақ қойғым келіп тұр. Ақ қала неден жасалады? Қардың түсі қандай? Қар мұздай ма, жылы ма? Ол үшін мына суретке қарап, қане ой жүгіртейік. Әрине, мына жерде Әли мен Аяның жасаған ақ қаласына назар аударайық. Қараңдаршы, ақ қаланың түсі қандай? Ақ қаланың түсі ақ. Ақ қала неден жасалады? Ақ қала қардан жасалады. Қар мұздай ма, жылы ма? Әрине балалар, қар мұздай. Жарайсыңдар балалар. Қыс мезгілінің белгілерін біліп алайық. Қыста қар жауады, аяз болады, боран соғады. Және бір рет қайталайық. Қар жауады, аяз болады, боран соғады. Ал балалар, енді қысқы киімдерді атап өтейік. Қысқы киімдерге бас киім, тон, қолғап және етік жатады. Енді балалар, қысқы ойындарды қыс мезгіліндегі атап өтейік. Қыс мезгілінде қысқы ойындардан қар бұршағы, қар атысып ойнауға болады. Шанамен сырғанауға болады. Коньки тебуге болады. Және шаңғымен сырғанауға болады. Сонымен қатар балалар ақ қала жасауға болады. Қыс мезгілінде қандай мерекелерді тойлаймыз? Әрине, біз қыс мезгілінде тәуелсіздік күнін тойлаймыз. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Сонымен қатар жаңа жылды тойлаймыз. Сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.